Сен ба біздің қарындастарымызға тиісіп жүрген кімсің өзі пожизный? Мен бала махаббат деген киноға түскен профессормын. Сендеші? Три брата дегенде естідің ба? Жоқ. Енді еститін боласың. Мен папам кім екенін білесіңдер ма? Мен папам полицейский. Сендерді қамап тастайды. Біздің әкеміз хирург. Сөйтіп не істейді маған? Сен бір жердің ауырып больницаға барғанда өмір бойы тіркеуден өте алмайтын боласың. Сөйтіп зүйесін лоқта сақты документ жинап. Тоқташ! Біз не үшін жүгіріп отырғаншы? Тышқан! Қандай тышқан? Тышқан өліп жатыр. Тышқан! Біз бағана өліп қалғаннан тышқаннан қашып жатырық па? Сен басын сүйе? Мына адам өтпесін. Ағам, ернар айдат көрдің мө? Шынымен өзім көрдім. Қақтан көрдің? Великті айдап кетіп башып қойын ба сіздің? Артқы балуан жарылып алам ғой. Сол кезде алдына ернар айдар шықты ғой. Не айттың жаңа? Ернар айдат көрдім. Оның алдында не айттың? Іштеге? Дөңгелек жарып алдым дедің ба? Сен қуасың ба? Кеше ғана жамадың ғой оны. Ол новый белік қой. Сен де біле. Ернар айдап кеше ғана жамадың. Қақтап қоймадың ғой Ернар айдап. Ол новый белік емес. Ой, Ерхан, қалайсың? Ой, Ерхан, қалайсың? Қалайсыңдар? Чотам әңгіме айтыңдар. Біздің дворға новыйда Арман деген бала көшіп келді. Мынаның ағасы айтты. Қайсы анаума крутой болып жүретін? Сомен кешеше? Тоқтасаңдаршы. Кеше бар емес па? Сомен мен ересіз қалдым ғой. Қас келсінші ме? Жағын сындырам. Қас келін. Қайтет үлкен. Әшін жүрген тұққу. Телефон аттан мұнасына сынды. Не болды саған, Тіліңнен жағыңа сүйеніп жатсың сен, Братан, кешір енді, тілім айтып қойды мен. Не тілің ұзын ба не соншалықты, Тіліңе еге болып жүрмейсің ба, Братан, тіл айтып қойды ғой тіл. Не тілің ұзын ба не соншалықты, Қас келім. Тоқта, қашпа, Тоқта дейм, Ұратын болды ғой, Ерханды, Ей балам, көрдің ба мені? Шымкент қаласындағы номері 1-ші қайшығы осы жер. Атын қарашы мені. Радия. Я, радио. Радио деген орыстың саланы ғой. Ей балам, әкең деген орыс тілін мектепте 5-пен оқыған. Жүр кеттік. Балам. Біздің ауылда шаштар рас бұндай емес қой, Шашылатын апай мынау шығар, Саламатсыз ба, бабушка? Я не бабушка, я вообще-то моложе вас. Что вам нужно? Не дейді, молоко керек дейді ма? Я, сүт керек. Молоко, сүт керек қондай, Какое молоко? Вообще-то здесь не продуктовый магазин. Не дейді? Сіздерден молоко қалаймын дейді. Молоко? Қарнаш қой, қарнаш. Тамақ жемейді. Молоко? Нет. Здесь салон, не продуктовый магазин. Продукт керек екен ғой, көрдің ба? Көрдің ба балам? Бұлар бізде шаш алып беру үшін Тегін алып береді. сүт алып келсек, продукт алып келсек, тегін алып береді екен, Я. Это мой малыш. Ага. Это Волл-стрит. Укричать, убежать. Что? Кірку. Шаш кірку. Кирку. Не понимаю. Жүн кирку. Сейчас я позову Айгеру. Айгера! Я? Не болды? О, қазақ екен ғой. Мынау менің балам. 6-шы класста оқиды. Атаман, қыздардың арманы. Любой қыз сындырады ғой. Өткенде, айтам. Өткенде бір қызбен төбелесіп өткенде аяғын сындырып қойды. Күшім көп. Енді осы жігіттің шашын алу керек. Қалай алайық? Бүйтесіз, шашын жағын тықылап көресіз да, төбесін тықылап алып жүресіз. Барлығын алып тастайын, иә? Жоқ ой, шашы оңай қалады. Мынаны қараң, шашын жағын асықпай тықылап көресіз да, төбесін тықылап алып жүресіз. Бол. Жарайды, келіңіз, отырыңыз. Сені күте тұрам балам, жарай ма?
Ей балам, болдың ба? Болдым. Жүр кетті оны, мына магазинге барып сүтпенен продукт алып келейік. Ей, ақшасын кім төлейді? А? Ақшасын кім төлейді? Продукт әкелейін деп атық қой. Жаңа бізге бір орыс әйел сүтпенен продукт алып келген еді ғой. Жоқ. Жоқ, бізге айтты орыс әйел. Жоқ, сіздерден 5600 теңге болады. 5600. 5600? Иә. Балам, бол, шаштан жина, қайтамыз үйге. Балам, бол, қаш. Ей, ақшасын кім төлейді? Болот қожа, нем үшін сабақ біткенде 1 сағат өтті ғой. Мен ана мектепте дәптерімді ұмытып кеттім, соны алуға баратырмын. Неге басыңды ұмытып кетпейсің? Ата-анаңа звондайын ба? Жаңа ғана Нұрдәулет көрдім, үйіне тап қонақтай қайтып бара жатыр. Басқа сыныптың оқушыларына қызығасың бар ғой. Кетшей, қазір мен ана дәптерімді алу керекпін. Одан кейін папам бар. Папама келіп барып үйге жер қазу керек. Тоқташ, сен проблемалар көп. Ал мен жалғызбын. Осы мектепте оқытуға қанша жыл болды? Сен секілді нашар оқушы көрмеппін. Отыр, екі. Фотоға түсікші? Құрт мұна телефонды. Сал қой демесің. Барлықтан немене осы телефонның ішіне кіріп кеткенсіңдер миларыңмен. Ана мида дым қалмады ғой. Ой, шынжы деді. Білесің бә? Кеше үйге құдалар келді ғой. Өлі қасқаны шайды мен жинауды ұмыт кетіппін ғой. Сөйтіп бар емес пе? Қоя берші. Үйде үнілерім бар емес пе? Олар қайда қарап жүр дейсің? Ой, қойшы болды. Апаң бәрі жақсысыңдар, қойыңдаршы. Апаң да айта бермеші. Тоқташ, мен апамның әлі ана немерелерін айтқан жоқпын. Кеше қызық болма саған айтып берейін дедім ғой. Қойшы. Кеше оламыз ба? Сөйтіп ара Аға, қамалып қалдым. Аға, көмектесіңізші, шыға алмай қалдым. Көмектесіңізші, өтініш. Отыр соқпаш, шыға аласың. Қараңыз, басқам сыймай жатыр. Өй. Қачақ. Есік міне тұр ғой. Есікті ұмытып кетіптім. Саламатсыз, апай. Саламатсың ба? Апай. Қарасаң енді. Айта ғой. Андай береді ғой. Қандай? Енді айтсаң ше, уақытым жоқ менің. Жүнжін картошка батсақ деді ғой. Жүнжін картошка? Жүнжін картошкасын ес, қызықсың сен де айтпайтының жоқ. Сен анау кивиді айтып тұрсың ба? Ой, айтпайсың ба сол? Жоқ, ол иви ғой. Иви? Иә. Қайда? Киви, К. Киви. Алам. Аты не еді маған? Киви. Бұл мен үшін иви. Иви? Бексұлтан! Анам саған ақша тастап кетті ма? Я? Оның жартысын маған берсін деді. Мақұл? Мен саған жұрт деген жоқпын ғой. Маған жартысын бер дедің. Мен бармай қалдым ғой. Йоу, сендермен бірге Беккабой. Каналға түскелуді ұмытпа.